Ал төрт көзіміз түгел бауыр бүтін жиылып болсақ, мынау өссін десең ұланың, жаңсын десең шырағың, алдынан шығып бірінші сәлемін ал құдағименен құданың дейді. Алдарыңыздан шығып сәлем саулық сұрасып, бір-бірімізге ұнасып, құда боламыз деп қырасып, бүгінде бір дастархан басынан табылып жатырмыз. Енді мынау мұсылман баласы болғаннан кейін сәлеміміз түзеле болайық. Дұрыс адам болам десең сәлеміңді түзе, сәлемің түзу болу үшін жүрегіңдегі ниетің түзу болу керек екен. Сол бір түзу ниетпен келген барша құрметті той десе қумасы домалайтын қарға тамырлы қазақ елінің бүгінгі өрендері ассалаумағалейкум деп қояйын бәрекелді. Қазақтың той болама, он бір алған биі болмаса, қазақтың той болама, күмбірлеген күйі болмаса, қазақтың той болама, әуелеген әні болмаса дейді. Әуелеген әнімізді, салтанатты сәнімізді, дастархандағы 90 түрі дәмімізді, қылау түспеген жаңа құдағиларымызға ұсынып жатыр. Сондықтан да жақсы белдің назарды ортаға салып, бүгінгі құдалықтың азарын ашып, пазардың қайнатып отырайық. Қазақтың керемет сөз бар ғой, теңелім десең жүрекке, шабысыңа шабыс қос. Теңелім десең байларға, табысыңа табыс қос. Теңелім десең жақсыға, жақсылардың басы қос дейді.